Сәлем достар, бүгін өте дәмді икра жасайтын боламыз. Алдымен подписацияны басып, қоңыраушаны басуды ұмытпай басып кетіңіздер. Мінекей, мен барлығын жуып, тазалап, аршып алдым қабығынан. Мінекей, енді помидорымызды осылай турап шығамыз. Мен барлығын массировкадан өткізіп тастайым. Өйткені балаларымыз турағанды жемейді. Массировкадан өткізіп тастасам, барлығын жеп қояды, тым қалдырмай. Сіздер де осылай балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Керемет болып шығады. Пиязымызды турап аламыз жақсылап. Мінекей, осылай турап алып, осылай турап аламыз. Болгарскийімізді, баклажанымызды да осылай турап, капустамызды тураймыз. Барлығын массировкадан өтетіндей қылып турап аламыз. Осылай барлығын турап алып, қызылшамызды осылай турап аламыз. Қызылшаны да массировкадан өткізетін боламыз. Қызылша қоссаңыздар өте светі де күшті болып шығады. Әрі балаларға витамин. Барлығын өткізіп алдық. Сәбізімізді де өткізіп аламыз. Чеснок барлығын өткізіп аламыз. Мінекей, барлығын өткізіп болдық. Енді қазанымызға шетінен қуырып сала береміз. Қазанымыз қызып тұр. Оған 5 ошау май құямыз. Яғни 1 литрдей май құямыз. Майымызды құйып болған соң, пиязымызды салып, 5-10 минут қозғап қуырып аламыз. Сосын сәбізімізді саламыз. Тағы да қозғап қоямыз. Қызылшамызды салып қозғаймыз. Капустамызды да өткізіп тастадық. Дайын. Барлығын қосып қуырып, 20 минуттай қуырып аламыз. Чеснок барлығын салып, жақсылап араластырып, қуырылып жатыр. 20 минут қуырылып болды. Қайнап қуырылып жатыр. Енді помидорымызды құятын боламыз. Мінекей, помидорымызды құйдық. Тағы да бір қозғап қоямыз. 2 ошау тұз салдым мен. Піскен соң дәміне қарап, кем болса тағы да кішкене қоссаңыздар болады. Жапырағымызды саламыз. Приправамыз саламыз. Қандай приправа бар, соны ұнатқандарыңызды сала бересіздер. Міне петрушкамыз саламыз. Укроп, петрушка барлығын турап қазанымызға салып жібереміз. Дәмі керемет болып шығады.
мінекей бір пиала құмшекер қосып жібереміз. Помидорың сәл қышқылдау болса барлығын білдірмей жібереді. Мұны крышкамызды ыстық суға салып қойып банкымызға құя беретін боламыз. Дайын болуы тұрамыз. Мінекей осылай жауып ала береміз. Мінекей ас болсын, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шықты. Сау болыңыз.